Баршаңызға сәлем. Бүгін түймелі чак-чак дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен жұмыртқамызды салып аламыз. Қопсытқышымызды салып аламыз. Су құямыз. Ұн қосамыз. Сары май қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Оның бір бөлігіне какао қосып илейміз. Үш қамырымызды жайып аламыз. Какао қосылған қамырымызды ортаңғы бөлігіне видеода көрсетілгендей етіп қойып, жан-жақтарын тегістеп аламыз. Видеода көрсетілгендей барлығын кішкентай төртбұрышты қылып кесіп аламыз. Кесілген қамырды осылай екі жақ шетін бір-біріне жабыстырамыз. Сол кезде біздің түйме чак-чагымыз дайын болады. Дайын болған түйме чак-чактарымызды осылай қызып тұрған майға қуырып аламыз. Сиропын дайындап аламыз. Сиропқа қанттың үстіне су құйып, газға қанты ерігенше ұстаймыз. Дайын болған сиропын үстіне осылай қуырылған чак-чактарымызды салып аламыз. Мен осылай дайын болған чак-чактың үстіне шоколадты ертіп жақтым. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша жасап алуыңызға болады. Мінекей біздің чак-чагымыз дайын болды. Өте жұмсақ және тәтті болып шықты. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліңіздер. Алда көптеген тағамдардың рецептілері шығады. Сіздермен бірге болған Салима.